Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Химия пәні 8-ші сынып 39-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы химиялық элементтердің электр терістілігі, коваленттік байланыс. Сабақ мақсаты электр терістілік ұғымы негізінде атомдар арасындағы коваленттік байланыстың түзілуін түсіндіру. Күтілетін нәтиже электр терістілік ұғымының анықтамасын айқындай алады, электр терістілік заңдылықтарының өзгерісін сипаттай алады. Электр терістілік ұғымы негізінде атомдар арасында түзілген ковалентті байланыстың полиосты және полиоссыз екендігін ажырата алады. Электр терістілік дегеніміз химиялық байланыс кезінде атомдардың өзіне электрон тарту қабілетін біз электр терістілік деп атаймыз. Элементтердің салыстырмалы электр терістілігінің мәні сіздерге берілген. Суретке қарай отырып, электр терістілік период және топ бойынша қалай өзгеретініне сипаттама беріңіз. Жалпы электр терістілік деген ұғымды бізге ең алғаш рет америкалық ғалым Лайнус Карл Полник ұсынған болатын. Электр терістіліктің шкаласын да ұсынған осы ғалым болатын. Литийдің электр терістілігін шартты түрде бірге тең деп алды. Сонымен бірге басқа элементтердің электр терістілігін соған сәйкестендіріп есептеп шыққан болатын. Жалпы элементтердің электр терістілігінің мәнін қараған кезде 2-ден төмен болса, олар металдар деп қарастырамыз. Электр терістілігінің мәні 2-ден жоғары болса, оларды біз бейметалл деп қарастырамыз. Енді жаңағы сипатталғанға қарайтын болсақ, электр терістілігі период бойынша солдан оңға қарай артады, яғни көріп отырғандарыңыздай. Ал топ бойынша жоғарыдан төмен қарай электр терістіліктің мәні кішірейеді. Электр терістіліктің мәні әрбір элементтің астында жазылған. Осыған қарай отырып, электр терістілігі ең жоғары элемент қайсы элемент, электр терістілігі ең төмен элемент қайсы элемент және электр терістілігінің мәні нөлге тең элементтер тобын жазып шығыңыз. Элементтердің электр терістілігінің кестесіне қарай отырып, төмендегі кестені толтырамыз. Яғни сіздерге бірінші бағанда мысалы көрсетілген, мысалы H фтор, яғни сутектің электр терістілігінің мәні және фтордың электр терістілігінің мәні берілген. Электр терістіліктерінің айырмасы және ковалентті полиосты байланыс па, полиоссыз байланыс па, осыны анықтайтын боласыздар. Бұл жерде сіздерге коваленттік байланысты түсіндірмей тұрып, сіздерге логикалық сұрақ ретінде беріліп тұр соңғы кесте. Соңғы баған. Өйткені бұл жерде коваленттік байланыстың не екеніне қазір анықтама беретін боламыз және сол анықтама бойынша біз қайтадан осы тапсырмаға оралатын боламыз қазір. Оғанға дейін сіздер электр терістіліктерінің мәндерін жеке-жеке жазыңыздар, сонымен бірге айырмаларын есептеп шықсаңыздар болады. Ары қарай химиялық байланысқа өтеміз. Химиялық байланыс дегеніміз молекуладағы атомдарды бір-біріне байланыстырып ұстап тұратын күш. Химиялық байланыс ковалентті, иондық, металдық және сутектік деп бөлінеді. Енді бүгін қарастыратынымыз біз коваленттік байланыс. Суретке қарап отырсаңыздар, бұл жерде бірінші суретте, мына суретке қарап отырсаңыздар, сутек атомы көрсетілген. Екі сутек атомы мына көрсетіліп тұр. Екі сутек атомы бірігіп ортақ жұп электрон түзіп тұр. Яғни бұл жерде сутек атомы бір электрон бар сыртында. Келесі сутек атомы, екінші сутек атомындағы электронмен тұр. Енді осы жерде екі сутек атомы бір-біріне әсер еткен кезде мына екі жалқы электрон бірігіп ортақ жұп электрон түзеді. Яғни мына жерде сіздерге көрсетіпті, ортақ жұп электрон түзіп тұр. Яғни сутек атомы мен сутек атомның электр терістіліктері бірдей. Енді осы жерде бізден тағы да шығады коваленттік байланысты жіктейміз. Ковалентті полиосты байланыс және ковалентті полиоссыз байланыс деп. Анықтама бере кетсе, ковалентті полиоссыз байланыс дегеніміз электр терістіліктері бірдей атомдар арасында түзіліп тұрған осы байланыс, яғни мына жерде H2 сутек молекуласы түзілді. Екі сутек атомнан бір сутек молекуласы түзіліп тұр. Бұл коваленттік полиоссыз байланыс. Келесіге қарасақ, мына суретке қарап отырсаңыздар, екі
жұп электрон біріккен, бірақ қайсының электр терістілігі жоғары, соған қарай ауытқиды бұл жерде. Бұл байланыс ковалентті полиосты байланыс. Мысалға қарастыратын болсақ, сутек атомы мен сыртында бір электроны бар. Хлор атомы, мысалға 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хлор атомы сырт қабатында қанша электрон бар еді? 7 электрон бар, е? 7. Бір электрон жұптаспаған, қалған 6 электрон 2-2-ден жұптасқан. Осы аралықта түзіледі коваленттік байланыс, яғни мына суретте көрсетілгендей. H хлор молекуласы түзіледі, 2 сутектің бір атомы мен хлордың жұптаспаған бір атомы бірігіп, мына жерде ортақ жұп электрон қалыптасты. Сол кезде ортақ жұп электрон кімнің электр терістілігі жоғары, яғни хлордың электр терістілігі жоғары болса, хлорға қарай ауытқып тұр. Яғни мына суретте көрсетілгендей. Хлордың қолында тұр ғой, яғни қарапайым мысалмен түсіндіріп тұр. Осы аралықтағы байланыс, яғни H хлор бұл ковалентті полиоссіз байланысқа жатады. Енді мына жерде анықтап тұрып көрсетті. Берілген сутек және H хлор молекуласының электрон бұлттары салыстырыңыз. Электрон бұлттарын салыстырыңыз. Неліктен олар ерекшеленеді? Бірінші мен жаңа айтып кеттім, сутек атомы мен екі сутек атомы, екеуінің де электр терістіліктерінің мәні бірдей. Екі электр терістілік мәні бірдей атомдар арасында түзілетін байланыс, ол ковалентті полиоссіз байланыс деп атады. Электр терістіліктері әр түрлі бейметалдар арасында түзілген байланысты ковалентті полиосты байланыс дейміз. Ковалентті полиоссіз байланыс жалпы бейметалдар арасында жүреді. Мына жерде қызылмен қоршалған сөзге қараңыздар. Ковалентті байланыстың полиосты және полиоссыз екенін қалай ажыратуға болады? Мен жаңа сіздерге айтып өттім. Ары қарай өздеріңіз қайтадан жауап беріп көрсеңіз де болады. Енді тапсырмаға қараймыз. Мына жерде сіздерге ковалентті полиосты және полиоссыз байланысты ажырату берілген. Енді ковалентті байланыс, егер дейді молекула құрамында ковалентті полиосты байланыс болса, қызылмен ковалентті полиоссыз байланыс болса, жасылмен белгілеңіздер дейді. Біз қазір қызылмен ковалентті полиоссыз байланысты белгілеп көрейік. Яғни азот атом, екі азот атомынан түзілген азот молекуласы. Бұл аралықта ковалентті қандай байланыс болады? Полиоссыз байланыс. Ендеше бұны біз белгілемейміз. Ковалентті полиоссыз байланыс, яғни электр терістіліктер әр түрлі бейметалдар арасында түзіледі деп мына қосылыстарды белгілейтін боламыз. Енді біз осыған жауап бере отырып, жаңаға сабағымыздың басында қойған күтілген нәтижемізге жете алдық па? Яғни электр терістілік ұғымын анықтамасын айқындай аламыз ба? Электр терістілік дегеніміз не? Екіншісі, электр терістілік заңдылықтарының өзгерісін сипаттай аламыз ба? Период бойынша қалай өзгереді, топ бойынша қалай өзгереді? Келесі, электр терістілік ұғымы негізінде атомдар арасында түзілген ковалентті байланыстың полиосты және полиоссыз екенін ажырата аламыз ба? Енді мына сұраққа оралайық, осымен сабағымызды қорытындылайық. Біз жаңа тапсырма берген болатынбыз. Мына жердегі электр терістіліктерінің мәндерін және айырмасын табасыздар. Сонымен бірге полиосты ма, полиоссыз ба ажыратамыз деп. Енді біз тақырыпты өтіп болғаннан кейін бұл сұраққа өте оңай жауап бере аламыз, иә? Енді қараңыздар, хлор атомы мен хлор атомының арасында байланыс қандай байланыс? Яғни мен сіздерге белгілейін ковалентті полиоссыз байланысты, полиосты байланысты қызылмен, ковалентті полиосты байланыс, ковалентті полиосты және ковалентті полиосты. Осы мына жерге жазып қоямын. Сонда ковалентті полиоссыз байланыс бізде хлор ғана екен, е? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.